Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен мен Рико Геймер, және де бүгін біз Clash of Clans ойынында фарм жасайтын боламыз, және де новый обновлениені көретін боламыз. Бүгін біз және де 2000 кристалға, бақандай 2000 кристалға тағы да бір хижина строительнен көбейтетеміз де, бақандай 5 строитель көбейтетін боламыз. Және оны біз дәл қазір жасаймыз, себебі мен оны өзімде жасағым келіп тұр, өте қатты. Міне, опа! Байқамай басып жібердім. Так, біз оны қайда қоямыз? Біз оны мына елканың қасына қоямыз, себебі бұл новогодный новый елка. Осында елка өте керемет. Ол елка 25 мыңға сатып жіберуге болады, бірақ қайтадан сізге 75 мың береді, сонда 50 мың пайда көресіздер. Және осында менде древний череп бар. Кланда менде өте көп немелер бар, әскер бар. Кланым өте дружба деген күшті клан. Бүгін біз фанатак шарлармен жасайтын боламыз. Шарлармен уже келе жатқан және сіздерді Новый годпен құттықтаймын. Және де бүгін бізде енді 4 емес 5 хижина строителя бар. Бұл өте керемет, өте керемет. Опа, уже бірінші біздің қарсыласымызда бақандай 400 мың эликсир мен золото бар. Так, тезірек ойланайық, қай жерден шабуыл жасаймыз. Так, ойлан, Ринат, ойлан. Так, міне мына жақтан бүйтіп кіретін болсақ. Жоқ, мына жақтан кірейік, бұл жерде немелерді аз алып кеттік. Так, бірінші не істейміз? Бірінші біз мына жерге бүйтіп немені жібереміз. Және де кланды тексереміз қазір. Оның опа неттір клан. Ішінде түк те жоқ, қуанышқа орай. Так, енді осылай жібереміз. Шарлармен фанатакалға. Және шарларды мына жерге жіберіп қойық. Давай. Так, давай. Опа, ананы бүйтіп қойып қойық. Алып кеттік шарлармен. Давай, шарлар. Мені қойды. Опа, хорош, давай. Клатон. Мен ойлаймын енді осы атакада хоть 2 звезда алып кетеміз деп. Өтте бұған сенемін. Опа, бір-ақ шар қалды, бір-ақ шар. Ой, жоқ. Жарайды, тым болмаса да біз 1 звезда аламыз деген ойдамын. Так, енді не істейміз? Мына жерде біздің колдундар атып жатыр. Блин, колдундарымыз тез қырылып қалды. Жарайды, түк кетпейді. Біз 1 звезда алып кеттік. Бұл өте керемет нәтиже, керемет. Так, және тезірек мына бойды аяқтайық, себебі бұл бойда өте көп пайда таппасақ та бұлды қызықты жасадық деген ойдамын. Так, жарайды. Мына жерде біздің лучницаларымыз да кіріп барады. Қазір эликсир давай ететін болады. Жоқ. Жарайды, бақында 200 мыңнан алдық. Так, енді бізде сіздер үшін 17 кристалды аямайым. Бірақ та бірінші мына видеоны көре тұрайық. Мына менің кланымдағы фанатакаларды. Жарайды, бірінші. Так, мен сізге мына базамды көрсетейін дегенмін. Бұл өте өзімнің екінші базам. Және осы базадан қазір шабуыл жасайтын боламыз. Так, және де так, қалай жасаймыз бұны? Так, бірінші біз қай жақтан кірсек болады? Так, бұлай. Так, ойланайық. Мен ойландым. Бірінші осы жерге тастаймыз. Одан кейін мына жерге осындай немелерді тастаймыз. Сосын бұлай апа деп жібереміз. Және де арқарата өзіміздің мықты геройымыз кетеді. Арқарата лучниктар кетеді. Және арқарата мына геройды баффет етеміз. Өте тиімді баффет еттім деген ойда емеспін.
бірақ та түк етпейді. Бірақ та уже геройымызда тағы да бір неме бар. Способность ашылды. Давай, 1 ресурс, 2 ресурс, 3 ресурс, 4 ресурс. Оқтыш, герой деген біздің молодец. Өте керемет. Так. Енді біз жеңдік деген ойдамын. Өте сондай сенімдемін. Және де біз жеңдік, победа. Өте керемет. Опа, біз және қазір 200 кристалл аламыз. 200 кристалл деген өте көп. Сондықтан да өте қуанышты жағдай. Және де мынаны бүйтіп қоямыз. Достар, және мен сіздерден сұрайтыным, видеоның астына лайк қойып кетіңіздер, өтінемін. Лайк қосып, коммент жазып кетсеңіздер, өте риза болып қалар едім. Так. Мен сіздерге мынаны көрсем деген. Просмотр карт. Біздің бірінші игрокқа қалай шарлармен жамыр жасаған. Осылай шарлармен кіреді. Бірінші адская гонча жібереді. Бұл өте тиімді тактика, және де арғарата міне өте қызықты кезден өшір. Немелермен быстрый жүргізетін, тез жүргізетін заклинаниемен рейдж тастайды. Құтыртатын тастайды, одан кейін өйтіп кіріп кетеді. Өте тиімді кіреді, бірақ та мына ең өкініштісі ратушаны алмай қалды. Бірақ та бұл біздің қарсыласымыз, сондықтан да өте өйтіп неместен қажеті жоқ. Сөйтіп бір-ақ жұлдызы ғана алып қалады. Және де екінші де сондай шарлармен жамыр жасайды. Оны бірақ кейін көретін боламыз. Қазір біз Опа, бізде заклинание бар ма? Заклинание. Бар екен. Өте керемет. Так, енді кеттік шарлармен екінші фармға көшейік. Опана. Бірақ та бір өкініштісі білесіздер ма? Менде бұнда бұны фарм жасау үшін менде шарлармен бұны фарм жасау өте қиын болады қазір. Себебі бұл жерде қалай айтса болады. Шарлар қазір бұл өте мықты қарсылас мен үшін. Бірақ та біз тырысатын боламыз. Так. Жарайды. Так. Бүйтіп білеміз. Екеуін де көрсек. Ал біз тестировать етейік новый заклинание. Құлата алмады. Жарайды. Ендеше біз шарлармен бастаймыз атакамызды. Так, давай. Шарлар кіріңдер. Опа, мен сендерге сенем, шарлар. Блин, давай. Тек құламандар. Давай, до конца. Жоқ, шарларымыз жұқлап қалды. Жарайды, түк етпейді қазір бізде. Опа, ана жерде мұхтармен алып кетейік наларды. Өте тиімді тәсіл болады осы. Мұхтарым, давай жасаңдар. Мұхтар уже 2-ші уровень, так что өте мықты. Енді келесі лучниктармен, қазір мұхтармен тағы да мына осыны нафармить етем деген ойдамын. Мен ең басты ойым қазір нафармить ету емес, өйстіп шарлармен қалай фарм жасаймын, соны көрсету ғана еді. Сондықтан да дұрыс фарм жасамасам, кешірім сұраймын. Опа, білгем сол жерде. Қазір неме тұратын, сондықтан да жіберген жоқпын. Так. Өйстіп жан жақтан немені жіберіп қойық. Қазір бір жұлдыз алмасақ та өте
ренжімейтін боламын. Так, қалай жібереміз? Естіп жіберейікші Мұхтарды. Так. Давай. Себебі бұл жерде қазір золото бар да, мен сол золотаны алғым келіп тұр. Давай жасандыр. Ой, керемет. Енді кіте болсын, фарм жасады қайта өресі. 20 секунд қана қалды. Және де кіте болсын, фарм жасадық, иә. Және де мынандай. Осында бұрынғы елка ғой деп болмаймын. Не, бұрынғы коллекционер екен. Бәрін коллекционер еді. Не, мына новый елка шыққан. Маған осы елка ұнайды, самен аға. Я, өте керемет негізі. 200-2160 миллион. Және де бір жұлдызды алып кеттік. Және бізге біреу ядовитый заклинание берді. Кіте оларға да әскер беріп қойық қазір. Так. Және де немені улучшить етеміз. Осыны ойлану керек қазір. Менде бұл жерде баққанда 890 көптеген ақша жатыр, короче. Так. Мен улучшить еткім келеді. Так, мынау неме қанша? 1.500.000 дейді. Так. 1.200.000 дейді. Немені қоямыз улучшить етуге? Ойланайық тез. Так, немені улучшить етуге болады? Осы скелет шкафы деген улучшить етеміз ғой деймін. 600. Так. Так, кешіріңіздер. Ал қазір улучшить етеміз. Мынау қанша 800.000, маған жетпейді, 2 неме улучшить етейін десем. Бірақ та... Так, мына елка тұрсын, бұл мен коллекционер етіп жүрмін. Так, немен улучшить етуге болады? Мынау қанша мың еді? 1.200.000 осыны улучшить етіп. Одан кейін мынаны бір немен улучшить етсек жаман болмайды деп ойлаймын. Так, сөйтейік. 1.200.000 мынау кетті. Және де золотыға мынау кетті.